Сен 1000 айдан да хайырлы. 1 жылдық тағдырлар жазылатын түннің қарсаңында тұрсын. Иә, ол қадір түні. Ол түні жерге түскен періштелердің саны жер бетіндегі барлық ұсақтастардан да көп болады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ол түн тұнық, әрі жарық, ыстық та емес, суық та емес, жайлы болады. Ей құлшылыққа қолы жетпей жүрген бауырым, қадір түнде жіберген мүмкіндіктерінің орнын толтыруға тырыс. Өйткені ол түн тұтас өміріңе тең келеді. Тұр, ұйықтама. Жай қолыңды Аллаға. Аллах сенің қолыңды бос қайтаруға ұялады. Егер саған біреу сол түні ұйықтамасаң үй сыйлаймын десе ұйықтар ма едің? Жоқ. Ал Алла тағала ол түні барлық тілектерді қабыл етеді. Рамазанның соңғы 10 түнімен сенің 10 жылдық тағдырың да онымен теңесе алмайды. Ей ауырған адам, ей қарызға батқан, ей қайғыға ұшыраған, ей қиыншылықтарға тап болған, ей жаны іздеген жан, тіле Раббыңнан, міне саған мүмкіндік. Кім бұл түннің игілігінен айырылып қалса, Алланың бар игілігінен айырылады. Айша анамыз қадір түні болғанда: ей Алла тағала, сен кешірімдісің, кешірімді жақсы көресің, ендеше мені кешір деп дұға етеді. Суфиян ас-Саури: қадір түні дұға ету мен үшін намаз оқудан да сүйіктірек деген. Абдулла ибн Аббас: сол түні 1 жылдың ішінде кімге қанша рызық берілетіні, жерге қанша жаңбыр жауатыны, кімнің дүниеге келіп, кімнің дүние салатыны жазылады деген. Қадір түннің олай аталуының себебі, ешқандай қадір қасиеті жоқ адам сол түнді құлшылықпен өткізсе, осы түнде қадір қасиет иесіне айналады. Ол түні біреулер тозақтан құтылды деген мәртебеге ие болады. Атақты табиғин Икрама қадір түні 1 жыл ішінде Аллахтың үйі Қағбаны зиярат етіп, қажылық жасаушылардың есімдері әкелерінің есімдерімен қосылып жазылады деді. Ей мұсылман, қой басыңды сәждеге, тіле Раббыңнан. Бәлкім бұл саған берілген соңғы мүмкіндік шығар.